Android телефондарында өзіңіздің Google аккаунтыңызды қалай мүлдем удалить етесіз. Яғни ол аккаунт сізге керек емес. Яғни ескі аккаунт, жаңадан аккаунт аштыңыз, сол ескі аккаунтты қалай удалить етесіз, қазір көрсететін боламын. Алдымен маған тіркеліп қолдап кетіңіздер. Достар, қараңыздар, ол үшін телефоннан настройкаға кіресіздер, міне. Осының ішіне кіргенде, төмен қарай түскенде, мына жерде Google дейтін бөлім бар, соған кіресіздер. Кейбір телефондарда почта деп тұруы мүмкін. Осының ішіне кіресіздер, міне. Google-ға кіресіздер. Мында данный шығады, міне. Осының ішіне кіресіздер. Управление Google аккаунтым деген кіресіздер. Аккаунт Google дейтін кіресіздер. Кішкене загрузка болады. Одан кейін мына жерде данные и конфиденциальность дейтін бөлім бар, соған кіресіздер. Төмен қарай түсесіздер. Так. Осы қарай түскенде мына жерде удалить полностью аккаунт и все данные дейтін бар, соған кіресіздер. Осы жерге кіргеннен кейін өзіңіздің пароліңізді енгізесіздер, және Google аккаунттың далее басасыздар, сол уақытта сізде Google аккаунт мүлдем тек қана телефоннан емес, жалпы мүлдем кетіп қалатын болады. Достар, әрине бұны біреудің Google аккаунтын кетіре алмайсыздар, себебі біреудің аккаунтына біреуіне доступ жоқ. Оны тек қана определенный программалар арқылы компьютермен осына мастерлерге келіп полностью біреуден қалып қойған Google аккаунтты кетіруге болады.